Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Осындай креативті видеороликтің, яғни слайд-шоуларды қалай жасау керек жолдарын көрсететін боламын. Ол үшін сіздер телефондарыңызға App Store'да немесе Play Market'тен фото, слайд-шоу, видеомейкер деген қосымшаны жүктеп алсаңыздар болады. Менде бұл қосымша бар болғандықтан менде Open деп шығып тұр. Неге Open'ді басайық. Басқаннан кейін мына жерде создать видео деген кнопканы басатын боламыз. Неге осы қосымшаның ұсынған көптеген жаңағы шаблондары бар. Осы жерден керекті өзіңізге ұнаған шаблондарды алып, фото қойып өзгертіп алуға болады. Кез келген іс-шараларға қатысқанда, жаңағы видеоролик жасаған кезде осы ішіндегі жаңағы шаблондарды қолдансаңыздар өте керемет. Енді абстракттың ішінде мінекей екінші видеоны таңдайық. Үстінен басамыз. Басқаннан кейін использовать этот шаблон деген бар, сол кнопканы басатын боламыз. Басқаннан кейін бізде осы шаблонға 4 фото қоюға болады. Плюс батырмасын басаңыз, өзіңіздің галереяңызға осылай келеді. Осы жерден фотоңыз, алдын ала дайындалған фотоңызды белгілеп алу арқылы алып келсеңіз болады. Енді алып келген екен, осы жерден настройкасын жасап аламыз. Бірінші беті осылай, екінші бет, үшінші бет мынау. Сосын төртінші бет жасап болғаннан кейін жоғары жақта галочка бар, осыны басамыз. Басқаннан кейін енді әр фотомызға осылай қиып алатын бөлімдер ашылады. Осы жерден қиып алсаңыздар да болады, немесе өзгеріс керек емес болса, онда жоғары жақта галочканы осылай баса бересіздер. 4 фото осылай өтеді. Одан кейін музыка қоюға болады. Осы қосымшаның ұсынған музыкалары бар, осы жерден қойсаңыз болады, немесе бұл қосымшаның музыкалары ұнамаса, видеоны сақтап алып, кез келген қосымшаға, яғни InShot болсын, VM болсын, CapCut болсын, кез келген қосымшаларда музыка қойып алуға болады. Неге галочканы басамыз. Басқаннан кейін бізде автоматты түрде осы видео жасалады және запись болады. Одан кейін запись болғаннан кейін бізде сақтау кнопкасы ашылатын болады. Біз өзіміз автомат түрде өзіміздің галереямызға сақтап аламыз. Жасалған видеоны өте креативті, кез келген видеороликті осылай жасауға болады. Басқа да фотолар қоюға болады. Өзіңіздің фото альбомдарыңызды жасасаңыздар болады осылай. Өте қызықты. Егер осындай жаңағы реклама шығып кетсе, онда закрыть батырмасын басып тастайсыздар. Енді қараңыздар, жоғарыға стрелка, астындағы стрелканы басасыздар. Басқаннан кейін автоматты түрде өзіңіздің галереяңызға сақталынады. Мінекей фотоны басамыз. Міне өзіміздің галереямызға автоматты түрде сақталды. Осылай креативті видео жасасаңыз өте керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте оңай. Тек қосымшаны өзіңіздің телефоныңызға жүктеп алып, осылай жұмыстанып жасай берсеңіздер болады. Видео пайдалы болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақыттарда тағы да пайдалы ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын. Өзіңіздің әріптестеріңізбен бөлісе отырыңыздар.